Астана қаласындағы стилистикадан мастер-классым өте жоғары деңгейде өтті. Алдымен креативті түрде ойын түріндегі таныстырудан бастадық. Бір-бірімізді жақсырақ танып алу үшін ортамызда бір көзге көрінбейтін әдемі бір жылы атмосфераны қалыптастыру үшін өзімізді құндылықтарымызды аша отыра таныстырдық. Әрі қарай түстердің үйлесімі, киімдерді киюдегі ережелерге тоқталдым. Аз киім мен көп образды құрастыру, яғни бар киіміңіздің өзара пропорцияларын көрсеттім. Киімнің ұзындығы, егер сіз юбка көйлектердің ұзындықтарын дұрыс ажыратып үйреніп алсаңыз, өмір бақи сізге қажет білім болады. Және сәннен қалмайтын киімдерге де тоқталдым. Мастер-класс барысында киіміміз тек қана біздің шүберек емес, біздің қаншалықты сауатты маман екенімізді, мықты эксперт екенімізді көрсететін құрал екендігіне көзіміз жетті. Әрі қарай осы теория барысындағы білімдерді жақсылап қондыру үшін аксессуарлардың көмегімен киімдерді қалай түрлендіруге болатындығын, матаны қалай тануымыз керек, қалай үйлесімді образдар жасауымыз керектігін талқылап, барлығын практика жасап көрсеттім. Егер сіздің қалаңызда мастер-класс жасағанды қаласаңыздар, төменге жазып кетіңіздер. Бірінші кезекте Алматы және Шымкент қалалары тұр. Басқа тағы қай қалада өткенімді қалар едіңіз? Мастер-класс қалай болды? Күшті!